бүгінгі дарынды балаларды анықтау мақсатындағы семинарларымызды сіздерден бүгінгі семинарда жақсы бір ой бөлісіп, өздеріңіздің ойларыңызды ортаға салып, керемет бір жақсы көңіл күймен, жақсы бір нәтижемен қайтамыз деп. Балалардың жақсы серпіліс реңдерінде жұмыс істеуімізге болады. Бәріміз орнымыздан тұрсақ. Яғни мектебімізде қандай жұмыстар жасалуда. Дарынды оқушылардың дүниетанымын кеңейту, шығармашылық жұмысқа баулу, ізденушілік қабілеттерін жетілдіруде сыныптан тыс жұмыстарды жүргізудің маңызы зор. Дарынды балалардың қабілетін дамытуда ізденімпаздық шаралардың маңызы ерекше. Атап айтқанда, оған жататындар пәндік олимпиадалар, ғылыми баяндама жасау, сабақ кезінде рефераттар қорғау, жоба қорғау, Абай, Шәкәрім, Махамбет оқулары, зияткерлік ойындар, дебат, сайыстар және байқауларға қатысу. Осындай бағыттағы жұмыстар арқылы бала белгілі бір шеберлікке жеткен соң Әдемі көрінсін. Дарынды бала және орта дарынды бала байқау үшін ең бірінші ата-ана, оны өмірге алып келген ата-ана, баланың қабілеттілігі, оның үйдегі және басқа балалармен салыстыра отырғанда не болмаса бірінші баласы болса, оның жаңағы қабілеттілігінің қандай екенін байқау бірінші ата-ананың қолында. Себебі кез келген жаңағы ата-ана өзінің баласын жақсы тәрбиелейтін ең бірінші адам ретінде, оның кез келген жаңағы іс-әрекетіндегі қабілеттілікті бірінші ата-ана Енді жақсы мамандар емес, бәріміз үйрене отырып, кішкене қымданыстар, оқушының ашу үшін жаңағы мұғалім кінәлі дейсіз, баланың дарындылығын аша алмаған үшін мұғалім кінәлі. Сіздер ата-ана кінәлі дейсіздер, сіздер баланың өзі. Сонда, ал, дебат сияқты, өздеріңіз топпен ақылдасып алыңыздар, соны өз ойларыңызды айтып жасаңыздар. Мұғалім бәрін мектеп тастады, бәріне жауап беру мойнына жүктелді. Біздің алдымызда үлкен, енді заман талабына сай ауысып отыр ғой. Сонда біздің мойнымызда жүк өте көп. Кінәліміз деп мойындап жатқаныңызға рахмет айтамыз. Әрине, ұстаз ғой, бұл жерде баланың дарындылығын, талантын, қабілетін ашатын ұстаз. Білім беретін, ал тәрбие, жасап жатсыздар, сіздер тәрбие отбасына береді, талантын ашатын ата-ана. Ата-ана бұл жерде кішкене болса да баласына көмек беретін болса, мектепке келгенде ол баланың талантын ашатын ұстаз.
олар қарай дамып жетіледі. Сіздер? Бізде дарынды баланың ашылмауы, баланы кінәлі. Баланың өзі кінәлі деп. Өзі кінәлі. Иә. Ол біріншіден мен ойлаймын жалқаулығы. Бала жалқау, бірақ қызығушылығы бар, бірақ жалқау. Істеуге ынтасы жоқ. Өзі істегісі кеп тұрса да жалқаулығы басым болып тұрады деп ойлаймын. Және де тағы дарынды болу ол ең бірінші оқушы тарапынан орын алатын нәрсе. Оқушы ол өз ізденіске түспесе, оқымаса оған ата-ана да, мұғалім де тарапынан ешқандай көмек көрсетіле алмайды. Өйткені ол дарынды болу ең бірінші оқушының өзіне керекті қабілет деп санаймыз. Сондықтан бұл жерде оқушы кінәлі ең бірінші. Енді баланың болады кейбірде есте сақтау қабілеттері төмен, зейіні, қабылдауы төмен, соған да байланысты бала қабылдай алмай жатады. Рахмет сіздерге осындай семинарларды жиі өткізіп, бірімізден тәжірибе алмасақ керемет деп ойлаймын. Маған ана дарынды балаларды жаңғақ жаңа дарынды балаларды 4-5-ке бөліп қойыпты ғой. Біз дарынды бала деп жалпылама аласымыз ғой. Сол жерлер маған өте ұнады. Мониторинг шығарып, әр сала бойынша бөлгендері ше. Біз дарынды бала дейміз де бірақ аламыз ғой. Себебі маған қатты